Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай тез дайын болатын самса минутка дайындайтын боламыз. Ең бастысы өте дәмді, әрі осындай сочный болып шығады. Оны дайындау үшін алдымен бізге бөлме температурасындағы жылы айранға соданы қосамыз. 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Кейін електен өткізілген ұнға сары майды қосып, теркадан өткізіп аламыз. Қолмен осылай біріктіріп алып, үстіне тұзды және осы айран мен содамызды құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Және 1-2 сағатқа холодильникке сала тұрамыз. Оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Пиязды және етті осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Және мен қосымша құйрық майды да 4 бұрыштап турап салдым. Және кішкене сұйық май қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосамыз. Және араластырып осылай дайындап қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 40-50 грамдарға бөлеміз. Мен 50 грамға бөлдім. Менде 18 штуктай самса шықты. Егер 40 грамға бөлетін болсаңыз, 22 штук самса шығады. Осылай жұқа етіп жаямыз. Және ортасына начинкасын салып, шет жақтарын түйетін боламыз. Осылай шет жақтарын түйген кезде 2-3 реттен қайталап, қаттырақ нығыздап түймесеңіздер, піскен кезде пияздың суы ағып, пергамент қағаздарыңызға қара болып ағып кету мүмкін. Сондықтан шет жақтарын дұрыстап түйгендеріңіз абзал. Жұмыртқаның сарысы мен сүтті осылай араластырып бетіне жағып, және кунжут бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосам десеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.